Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дәл пиццериядағыдай пицца жегілеріңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Небәрі 10 минутта дайын болатын пицца жасайтын боламыз. Қамыры өте жұмсақ болып келеді. Бұл пиццаны жасағаннан кейін сіз басқа рецептке ауыспайтын боласыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керек заттың құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Пиццаны жасауға кірісейік. Ең алдымен біз жылы суымызды аламыз. Осы жылы судың үстіне біз дрожжды және қантын салып, екеуін жақсылап араластырып, бетін жауып 1-5 минутқа қалдыратын боламыз. Ашытқымыздың мерзімі өтпеген және көп ашылып қалған ашытқыны қолданудың қажеті жоқ. Өйткені оның жұмыс жасауы өте төмен болады. Ары қарай енді біз електен өткізілген ұнымызды алып, оның үстіне жылы сумен ашытқымызды құятын боламыз. Екеуінің үстіне енді біз сұйық майымызды және де тұзымызды салып, қамыр илеуге кірісеміз. Ұнымыз бен сұйықтығымызды біріктіріп, ешқандай ұн қалмайтындай илеу қажет. Пиццаның қамыры орташа жұмсақ болуы керек. Жақсылап қолымыздың күшін салып, қамырды біріктіріп, 10 минут илейміз. Құрметті көрермендер, қазақ арнасының көбеюіне өз үлестеріңізді қосу мақсатында маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Пиццамыздың қамырын илеп болдық. Осындай орташа жұмсақ қамыр шығады. Ыдысымызға салып, бетін жауып 30 минут өтті. Қамырымыз жақсы көтеріліп келе жатыр. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп, қайтадан 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Оға дейін пиццаның соусын дайындауға кірісейік. 2 қызанақты алып, осылай тіліктерге бөлеміз. Бөліп болған соң қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Сол кезде қызанақ тез ашылатын болады. Соусқа керек заттың құрамын описание бөліміне толық жазып қалдырамын. Ары қарай енді сарымсақты үккіштен майдалап өткіземіз. Қызанақтарымыздың сыртын ашуға кірісеміз. Өте оңай ашылады. Енді осы қызанақтарымызды ашып болғаннан кейін блендердің көмегімен езгілеп аламыз. Табамызға сұйық майды құйып, бірінші сарымсақты салып, жақсылап 1 минуттай қуырамыз. Бірақ күйдіріп алмау қажетпіз. Ары қарай кептірілген аскөкті және райхан гүлінің жапырақшасын, дәмдеушімізді, имбир ұнтағын шым-шым қосамыз және 1 шай қасық паприкамызды қосып, барлығын жақсылап қуырамыз. Оның үстіне блендерден өткен қызанағымызды саламыз, дәміне қарай тұзын салып, 1-5 минуттай қуырамыз. Суы тартылғанға дейін қуырып болғаннан кейін біздің соусымыз дайын болады. Осындай әдемі көріністегі соусымыз дайын деген сөз өте қою болып келеді. Ары қарай енді біз қамырымызды алып жаюға кірісеміз. Қамырымыз жақсы көтерілді. Осы қамырымыздың астына енді ұнымызды сеуіп, қамырды жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған кезімізде бір тегіс етіп жайып шыққанымыз дұрыс. Мен бірінші қолыммен жақсылап жайып алып, ары қарай оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп жайып шықтым. Қалыңдығын жұқа, осындай қалыңдықта болады. Және де шет-шетін осылай қайырып шықтым. Сол кезде біздің пиццамыздың қамырын шеті қалыңдау болып көрінеді. Ары қарай енді осы қамырымызды пергамент қағазының табанымыздың бетіне қоямыз. Пиццамызды жинауға кірісетін боламыз. Bir тегіс етіп қамырды жайып алғаннан кейін бағана жасаған арнайы соусымызды осы қамырымыздың бетіне бір тегіс етіп шет-шеттеріне тегізе отырып жағып шығатын боламыз. Үккіштен өткізілген сырымызды қалың етіп пиццамыздың бетіне барлық жеріне тегізіп қойып шығамыз. Менде пепперони пиццасы болғандықтан мен колбаса қоямын бетіне. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша курица қойсаңыздар, немесе ет қойсаңыздар, қазы қойсаңыздар да өте жақсы болып шығады. Бұл соуспен жасап көрсеңіздер өте дәмді болады. Барлық жеріне тегізіп болғаннан кейін осы пиццамызды біз қызып тұрған пеште ең жоғарғы градуста, сіздерде егер градусы 250 болса 250, 200 болса 200-ге қойып, пиццамызды 7-10 минут аралығында пісіріп шығатын боламыз.
Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Иісі деген өте керемет, қамыры деген жұп-жұмсақ болып шығады, өте дәмді болып шығады. Жақындарыңызды, балаларыңызды жасап беріп, қуантсаңыздар өте қуанышты болады. Небәрі 10 минутта ары кетсе пісіп шығады. Басқа пиццалардың қамыры сияқты 20-15 минутқа кетпейді, тез дайын болады. Ең алдымен бұның қамырын алдын ала дайындап үйде қойсаңыздар, тез дайын болып шыға келеді. Жасап көріңіздер. Егер жасап көріп жатсаңыздар, мені белгілеуді, маған және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Мен